Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Саламатсыз ба? Саламатсыз. Бүгін бізде ғажайып сандар атты сынып сағаты. Қош келдіңіздер. Ғажайып сандарға байланысты бүгін бізде әртүрлі сандарға байланысты мағлұматтар беремін. Сол мағлұматтарды сіздер әр жерден естігендерің де бар, естімегендерің де бар. Өздеріңізде қосымша ой толықтырып, өздеріңізге қажеттіліктер керек болады деп ойлаймын. Сондықтан ғажайып сандар туралы бүгін әртүрлі жаңағы мәліметтер біліп үйренеміз. Біріншісі, біргеге маржан. Ұзындық өлшемдері. Ұзындық өлшемдеріне бұрыннан бері бізге келе жатқан өлшемдердің аттары бар. Оның ішіне бір елі мысалға. Бір елі дегеніміз, яғни 2-2,5 сантиметр. Орта шамадағы бір саусақтың ені дейді. Екіншісі сере дейді. Сере дегеніміз 10-12 сантиметрге шамаға тең болады. Аздап ажыратылған 4 саусақтың ені шамасында. Тұтам, бір тұтам деп айтамыз ғой арасында, әңгімелесіп отқан кезде, бір керекті өлшемдерге сын берген кезде. 8-10 сантиметр жұдырық ені. Сынақ сүйем 13-15 сантиметр. Бүгілген сұқ саусақпен бас бармақ арасындағы қашықтық. Бір сүйем, ол 17-20 сантиметр аралығындағы арақашықты көрсетеді. Көсілген бес бармақпен сұқ саусақ арасындағы қашықтық. Бір қарыс деп айтамыз, ұлдар? Қарыс, яғни 20-22 сантиметр шамасын айтады. Көсілген бес бармақпен орташа саусақ арасындағы қашықтық. Кес, яғни 70-75 сантиметр. Саусақтардың ұшынан иыққа дейінгі арақашықты айтуға болады. Келесі, биіктік өлшемдерін айтатын болсақ, оқ бойы. Оқ бойы дегеніміз, яғни жебе ұзындығы. 1-1,5 метрге дейін шаманы айтады. Найза бойы 3-5 метрге дейін арақашықты айтады. Арқан бойы 10-12 метр айтуы мүмкін. Халқымыз құдықтың суын тереңдігін адам бойымен, ал үлкен арақашықтықтарды күндік жер қоналқамен өлшеген. Мәселен, бір қоналқа жер, яғни бір тәулік жүріп баратын жерді айтқан. Жалғастырамыз. Қашықтық өлшемдері. Қозы көш жер дейді, 10 километр шаманы жерді айтады. Өгіз көш жер 15-20 километр шаманы айтады. Түйе көш жер 25-30 километр шаманы айтады. Аудан өлшемдерін айтатын болсақ, шаршы дейміз, бір шаршы, танап дейміз. Одан кейін көлем өлшемдеріне келетін болсақ, қатты денелердің көлемдеріне. Жұдырықтай дейміз. Бір жұдырықтай көлемді айтамыз. Үйдей дейміз. Ат басындай дейміз. Сұйық дене, яғни қымыз, сүт, су болуы мүмкін. Қасық, 50 грамм. Ожау, 0,5 литр. Тостақан дейміз, 0,5 литр. Аяқ дейміз, 1 литр. Шара дейміз, мысалы, тегене, торсы, көнек дейміз. Көнек дегеніміз 15-16 литр шаманы айтады. Бие сауғанда пайдаланылатын былғарыдан тігілген ыдыс. Саба 180-200 литр шаманы айтады. Жылқы терісінен тігілген ыдыс, яғни саба дегеніміз. Одан кейін сусымалы денелерді өлшеу бірліктері. Бір уыс қалта дейміз, немесе қоржын 40 килограмм шамасында. Қап дейміз 4 пұт немесе 54-56 килограмм шаманы. Тағар дейміз 6-8 пұт немесе 100-130 килограмм. Батпан дейміз 3 тағар немесе 300-450 килограмм. Салмақ өлшемдері. 1 пұт 16 килограмм. Жарты пұт 8. Қадам дейміз 400 грамм. Қадақ 400 грамм. Ширек қадақ. Қадам дейміз 100, яғни 1000 грамм. Одан кейін өлшеуде мысқал өлшемі қолданылады. Бір мысқал 100 арпа дәні. Салмағы 12 мысқал 50 грамм. Бір түгерек дейміз, немесе бір қадақ дейміз 96 мысқал.
Енді қанағатты сөздерде сандардың қолданылуы. Бір, мысалға, жалғыз дейміз, иә? Жалқы, сынар, дара, жеке дейміз, иә? Бір санға келетін болсақ. Екі деген санға келетін болсақ, қос дейміз. Басқаша, иә? Мысалға, бір мағынаға келетін болсақ, қос дейміз, пар дейміз, егіз дейміз. Солай ғой? Енді келесі сан 3. 3 деген санға кім біледі? Қандай жақсы өлшемдерді? Немесе атауларды. Ажал, қонақ, несібе деген. Үш сондайға жатады, иә? Тағы да қосып айтайын, мысалы, мына жерде 3 асыл деген де бар, дұрыс айтасың, Еркебұлан. 3 асылға көз, тіл, көңіл. 3 асылға жатады. 3 тәтті, жан, мал, жар. 3 қадірлі, ырыс, бақ, береке. 3 арсыз, ұйқы, тамақ, күлкі. 3 ғажайып, ажал, қонақ, несібе. Жаңа айтты, иә? Молодец, Еркебұлан. 3 қуат, ақыл, жүрек, тіл. Жақсы. 4 деген сан туралы кім не біледі? 4 деген санмен байланысты. Сәні кім айтады? Мен айтайын, мұғалім. Мақсұтұлы Мәди. Оған 4 түрлік: ойсыл қара, қамбар ата, зеңгі баба, шопан ата. Жақсы, жарайсың. Мен қосып айтайын. 4 кітап деген бар. Тәурат, Інжіл, Зәбір, Құран. 4 түлік. 4 түлікті айттың ғой, иә? Мади? Ойсыл қара, қамбар ата, зеңгі баба, шопан ата. Жақсы. 4 бұрыш: шын машын, Мысыр, Ром, Европа. 4 бұрыш, яғни атаулары. 4 бір: жылан, қалтан ата, ұры, жалтан ата, шебер, тешпем ата, кәрлік, көкшіл ата. 4 күнә: Аллаға күмән келтіру, нақақтан қан төгу, ата-анаға тіл тигізу, өтірік куә болу. 4 маусым: көктем, жаз, күз, қыс. Жақсы. 5 деген санға кім не біледі? Келесі сан бізде 5-пен байланысты. Мен айтсам оған ма? Айта ғой, Асқат. Топасқа сенбе, жауға елме, сақ жүр, сосын аш үйге сенбе, жарылдан сый алма. Бұл не? 5 не нәрсе бұл? Бұл 5. Түйім ба? Түйім, иә? Жақсы, жарайсың, Асқат. Жақсы, бұл 5 өсиет, иә, сен айтқан. 5 қару деген бар. Садақ, мылтық, найза, қылыш, айбалта. 5 намаз: таң намаз, 5 намаз, 2-ші намаз, ақшам намаз, жалшиық намазы. Одан кейін 5 өсиетті Асқат айтты. Топасқа сенбе, жауға иілме, сақ жүр, аш үйге сенбе, жарлыдан сый алма. 5 жаратылыс: күн, ай, жұлдыз, күндіз, түн. 5 қатер: от, жау, борыш, ауру, сөз. Келесі санымыз 6. 6 деген санға байланысты кім не біледі? 6 деген санға байланысты. Кім бұл? Кім бұл? Айтасың. Жанарс. Жанарс айта ғой. Жанар? Дұрыс. Жанар, микрофон дұрыс естілмей қалды. Жақсы, мен қосып айтайын. 6 алаш: қазақ, өзбек, қырғыз, қарақалпақ. Қазына, дос, әйел, жар, білім, бала. 6 игілікті біледі екенсің ғой. Жақсы, жарайсың, Жанарс. 6 игілікті атап шықты: денсаулық, қазына, дос, әйел, жар, білім, бала, ұрпақ. Жарайсың, Жанарс. Мен қосайын. 6 алаш: қазақ, өзбек, қырғыз, қарақалпақ, түркімен жайылған. 6 аймақ: ұлы жүз, орта жүз, кіші жүз, қарақалпақ, қырғыз, құрама рулар. 6 парыз: бір-біріне сәлем беру, шақырса баруға,
кеңес сұраса ақыл айтуға, сұрағанына жауап беру, ауырып қалса көңіл сұрауға, қайтыс болса жерлеуге қатысу. Бұл 6 парыз есте болсын. 6 асқар: ақыл, білім, жомарттық, әділдік, шыншылдық, кеңпейіл. 6 асқар. Жақсы, 7 деген санға байланысты келесі сан кім біледі? Қосары кімде бар? Мұғалім айтайын, Абдурахман Диас. Айта ғой, Диас. 7 қазына: ер жігіт, ақыл, білім, қыран бүркіт, сұлу әйел, жүйрік ат, берен мылтық, жүйрік тазы. 7 жұт: құрғақшылық, жұт, өрт, оба, соғыс, топан су, зілзала. Жарайсың, Диас. 7 қазына мен 7 жұтты айтты. Жарайсың. Оған мен қосайын: 7 әулие, Мек шәріп, Мәдина шәріп, Бұқар шәріп, 7 әулие. Шам шәріп, Қатым шәріп, Құдыс шәріп, Кәләм шәріп. 7 күн: бүгін, ертең, бүрсі күні, арғы күні, ауыр күн, соңғы күн, азана. Тағы 7 деген санмен байланысты кім айта алады? Білетіндер бар ма? Мен айтайын. Айта ғой, Абдумәлік. 7 ғалам: шығыс, батыс, оңтүстік, солтүстік, аспан, жер, жер асты. Жақсы айтты. 7 ғаламды айттың, жарайсың, Абдумәлік. 7 ата мен қосайын: бала, әке, ата, арғы ата, баба, түп ата, тек ата. 7 жетім: тыңдалмаған сөз жетім, киюсіз тозған бос жетім, иесіз қалған жер жетім, басшысы жоқ ел жетім, аққу қассыз өл жетім, жерінен айырылған ер жетім, замандас қалмаса бәрінен де сол жетім. 7 жоқ: жерде өлшеуіш жоқ, аспанда тіреуіш жоқ, таста тамыр жоқ, таспақада талақ жоқ, аллада бауыр жоқ, аққуда сүт жоқ, жылқыда өт жоқ. 7 жоқ. Аяқталайық. 7 деген сан негізі көп екен, қасиетті сан. 7 қасиетті сан деп есептейді қазақтар бізде. Жақсы. Барлықтарыңыз жақсы жұмыс істедіңіздер, білгендер ойларыңызбен бөлістіңіздер. Ғажайып сандар атты сынып сағатымыз осымен аяқталды. Осы жиыннан бір әсер алды деп ойлаймын. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар. Барлықтарыңызға қатысқандар үшін көп рахмет.